Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында өте дәмді фри дайындап үйренетін боламыз. Ең алдымен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Ең алдымен картоптың сыртын тазалап, жуып дайындап алдым. Одан соң дәл осы видеодағыдай етіп картопымызды тураймыз. Міне картоптарды турап болдым. Дайын туралған картоптарды салқын суға салып, крахмалдарын кетіріп, жуып аламыз. Одан соң қағаз құрғақ сүлгіге салып, осы картоптарды кептіреміз. Міне қалған үстілерінде осылай құрғақ сүлгімен сүртіп алдым. Бізде картопымыз құрғақ болу керек. Міне жаңағы сүлгіге салып кептіріп, суы тартылған соң, осы картоптарымызды қайнаған суға салып, тағы да пісіріп алатын боламыз. Міне қайнаған суға салғаннан соң, бір қайнап тағы да шықса, картопымыздың да пісетін уақыты болды. Картопты ситамен осылай қағып алып, тағы да құрғақ сүлгіге салып, суы тартылғанша кептіріп аламыз. Майға салған кезде суы шашырап кетпес үшін. Картопымыз суығанша майымызды қойып қыздырамыз. Май қызығанша картоптарды осындай кукурузный крахмалымызға салып араластырып аламыз. Крахмал қоспауларыңызға да болады, әрине өз еріктеріңізде. Крахмалмен дұрыстап араластырып алдым. Одан соң қызып тұрған майға біреуін салып көреміз. Дұрыс қуырылып жатса, қалғанын да салып қуырып аламыз. Міне картоптар біраз уақыт өткеннен кейін осындай сары түске ене бастайды. Сол кезде ақырындап картоптарымызды майдан алуларымызға болады. Міне осындай үй жағдайында фри дайын болды. Үстіне татымына қарай тұз сеуіп ұсынуларыңызға болады. Дәмі өте дәмді болып шықты. Балаларыңыз міндетті түрде тағы жасап берулеріңізді сұрайды. Видео ұнаған болса, лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.